«24 KZ телеарнасында жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге мен Алтынай Нүгербек. Сәлеметсіздер ме? Алдағы 5 минутта мен және әріптестерім сіздермен мәдени өмірдің басты жаңалықтарымен бөлісетін боламыз. Жоғары өнерді бағалаушылар өміріндегі ерекше әрі жарқын кеш. Елордасы Астанада балет труппасының өнер көрсетуі өтті. Астана балет хореографиялық ұжымы елордалық көрермендер назарына қазақ даласының тарихынан сыр шертетін жаңа қойылымның тұсаукесерін ұсынды. Бұл жолы өнерге ынтық халық үшін Жусан бір-актілік балеті жол тартып отыр. Қойылым Қазақстан балет өнеріндегі ұлттық тарихқа арналып қойылған алғашқы спектакль. Қоюшы хореографы да театрдың бас режиссері Мукарам Авахри. Премьера күні бойжеткен қатты толқыды. Себебі Жусан балеті оның балетмейстерлік еңбек жолына жасалған алғашқы қадам еді. Бұл қойылымның негізінде Бақыт Қайырбековтің өлең жолдары арқауы болды. Меніңше айтар ойды нақ баса білдік деп ойлаймын. Ал автор өзі осы Жусан бейнесімен қосуды ұсынған болатын. Өте қызықты бір дүние шықты деп ойлаймын. Спектакльге қиял үстемдік берген сияқты деп есептеймін. Ал спектакльдің өзі көңіл күйге негізделген. Ал балеттің музыкалық негізінде Қуат Шілдебаевтың шығармасы жатыр. Спектакльде бұдан өзге Сергей Рахманинов, Авро Пиарта және Карл Дженкинстің туындылары шырқалды. Ерекше назарды сахнаның әрленуіне берген абзал. Мұндай әсем әрі көркем дүние Санкт-Петербургтік шығармашылық топтың еңбегі. Жарық суретшісі Денис Солнцев сахнада шынайы қазақ даласының бейнесін жасап, қазақи мінезді сол қалпында беруге тырысқан. Бұған қоса қызықты бейне материалмен сүйемелденген қойылым жұмысына Вадим Дуленко жауап берді. Сценография және костюмдердің авторы Ольга Шайшмелашвили. Бұл бойжеткеннің қазақстандық әріптестерімен жасап отырған алғашқы ортақ жұмыс емес. Ол бұған дейін де Астана операда Радан балетінің костюмдерін әзірлеген болатын. Ең қиыны да біртұтас туынды шығу үшін көркемдеуіш құралдарының барлығының бас біріктіруі болды. Себебі егер спектакльдің костюмдері сахна жарығы мықты болатын болу тиіс, кейде осылардың бәрі бір-бірімен үйлеспейде жататын кездер болады. Балетке сондай-ақ ұжымның көркемдік жетекшісі Әлила Әлішева, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Айгүл Тәти, Удмуртия Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Николай Маркелов және педагог-репетитор Зәуре Үмбетқұловалар да қатысып отыр. Жусан балеті қызықты әрі сәтті тәжірибе атанып, халық арасында ыстық ықыласқа бөлінді. Бұл маусымда ұжым атынан өнер бағалаушыларын алда әлі бірнеше тосын сыйлар күтуде. Олардың арасында жаңа спектакльдердің тұсаукесері мен кең ауқымды гастрольдік турлар да бар. Асқан шебер жастар бұл идеяны іліп әкетті. Комиссия түрлі жоғарғы оқу орындары студенттердің 50-ге жуық жұмысын қарастырып, арасынан ең қызықты дегендерін таңдап алды. Әділ Қаз алқаларының сөзінше, қатысушылар креативті жағынан ерекшеленуге барынша тырысып баққан. Байқауға өлең, әңгіме және бейнеролик болып түсірілген қазақтың көне өнері терме сынды жазба жұмыстары ұсынылған. Құрамына 5 адам енген комиссия мүшесі жүлделі орындарды саралады. Бірінші, екінші және үшінші орын иегерлері аса бағалы сыйлықтарға ие болды. Бұдан өзге тағы 10 қатысушы құрмет грамоталары және түрлі жүлделермен ерекшеленді. Желтоқсан оқиғасына тікелей қатысқан біздің қаһарман азаматтарды үлгі етіп жастарға шақырып марапаттау рәсімін өткізбекпіз. Енді жастар тарапынан айтатын болсақ, жастар өте үлкен қызығушылықпен көптеген әрбір жоғарғы оқу орнынан кем дегенде 4-5 материалдан келіп түсті. Желтоқсан оқиғасы қазіргі жастардың көзқарасымен атты алғашқы шығарма байқауының қорытындысы бойынша бірінші орын Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 3-ші курс студенті Тасқын Қыдырбекке бұйырды. Ал екінші орынды технология және бизнес Қазақ университетінің 4-ші курс студенті иеленсе, гуманитарлық заң колледжінің 1-ші курс студенті Яна Новинская құрметті 3-ші орынды місе тұтты. Өміріңізді тек әдеміде қызықты адамдармен және оқиғалармен әсемдеңіз. Сіздермен болған мәдениет жаңалықтары. Сондай-ақ бізді 24.kz сайтынан көре аласыздар. Көріскенше күн жақсы болсын.